Қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз зерттеу нәтижелерін ұсынудың академиялық формалары. Тағы да қайталап өтем, біз бұны алдыңғы курстарда өткен болатынбыз. Қазір біз сіздермен жалпы формалары туралы айтамыз. Академиялық форма деген не? Ғылыми зерттеу жұмысын ұсынудың түрі. Оның қандай формалары бар? Мысалы, мақала болуы мүмкін, есеп болуы мүмкін, ғылыми есеп, немесе не болуы мүмкін? Баяндама болуы мүмкін, тағы кете береді. Реферат болуы мүмкін. Міне, бұның барлығы зерттеу жұмысының ұсыну формалары. Жалпы зерттеу жұмысын ұсыну үшін алдымен ең бірінші қадамымыз зерттеу не үшін орындалатынын түсінік беру керек. Ал ол түсінікті екі түрлі формада жүргіземіз. Яғни екі түрлі формада қалай бірінші алдын ала ұсына аламыз. Біріншісі ол сигналдық деп аталады формасы. Яғни ол сигналдық форма дегеніміз не? Кез келген алдын ала танысудың қысқартылған формасы ол сигналдық болады. Екіншісі ол анықтамалық. Яғни зерттеу жұмысы туралы алдын ала белгілі бір білім саласында қысқаша жүйеленген мәлімет, анықтама береді деген сөз. Кез келген зерттеу жұмысы. Енді осы зерттеу жұмыстарының біз сіздермен құрылымдық элементтермен танысайық. Яғни, былай деп жазайық, біздің бүгінгі қарастыратымыз осы зерттеу жұмысы. Жұмысының құрылымдық элементтері. Қандай элементтерден тұрады екен? Немесе оның құрылымы қандай? Элементтері. Сонымен, бірінші, кез келген зерттеу жұмысында бірінші ол негізгі бет. Сіздер енді 9-шы сыныпқа дейін ондай ғылыми жұмыстарды жасадыңыздар деп ойлаймын. Негізгі бет балалар, ол сіз автор туралы мәлімет, немесе қандай мекеме сол туралы мәлімет. Бұл негізгі бет. Екінші, ол аннотация. Аннотация. Ал аннотация дегеніміз не? Ол қазақ, орыс, ағылшын, яғни үш тілде жазылады кез келген зерттеу жұмысында, міндетті түрде. Және ол ғылыми жұмыстың тағайындалымы, мазмұны, идеялық бағыттың қысқартылған сипаттамасы екен. Яғни кез келген жұмыста аннотация арқылы ол жұмыстың не туралы екенін білуге болады. Үшіншіден, міндетті түрде ғылыми жұмыстарда түйін сөз. Түйін сөз деген немесе негізгі тірек сөздер деп айтсақ болады. Бұл бөлініп көрсетіледі және ғылыми баяндама мазмұнын сипаттайтын сөз бен сөз тіркестерінен тұрады. Ал келесі біздің бөліміміз негізгі бөлім. Біз осы жерде көбірек тоқталайық. Негізгі кез келген ғылыми зерттеу жұмысында негізгі бөлім ашылып көбірек жазылады. Негізгі бөлімде не қарастырады? Әдістеме қарастырылады, техника, технология, логикалық заңдар мен ережелерді қолдану арқылы жүргізілетін зерттеу бұл негізгі бөлім дегеніміз. Енді осы жерде біз сіздермен зерттеу жұмысында пайдаланатын әдістерді айтайық. Яғни зерттеу бөлімі, біз осы жерден шығарып тұрмыз, зерттеу жұмысында пайдаланатын әдістер. Екі түрлі әдісті пайдаланамыз екен. Біріншіден, ол эмпирикалық әдіс. Эмпирикалық әдіс. Ал ол қандай әдіс? Бақылау, эксперимент, топтастыру, жіктелу және бақылаудың сипаттамасы екен. Эмпирикалық деген. Екінші әдіс ол теориялық әдіс. Теориялық. Бұл жерде жаңағы ғылыми гипотезалар, болжам, оларды құрастыру, дамыту, ары қарай жіктеу, сәйкестендіру сияқты жұмыстар теориялық әдісте жүзеге асады екен. Ал енді осы негізгі бөлімде зерттеу жұмыстарын, немесе зерттеу нәтижелерін ұсыну үшін біз қолданылатын ақпараттар бар екен. Немесе ақпарат нұсқалары деп айтсақ болады, оны да осы жерге жазайық. Ақпарат нұсқалары. Олар қалай болуы мүмкін? Бірінші формасы ақпараттық нұсқаның ол вербальды форма екен.
Вербальды форма. Ол не деген сөз? Бұл вербальды форма деген сөз немесе мәтін дегенді білдіреді. Яғни оның екі түрі бар. Қарапайым мәтін болуы мүмкін, ғылыми мәтін болуы мүмкін. Бұл жерде талап бірізділік міндетті түрде сипаттаудағы логика және әртүрлі метафораларды, мысалдарды пайдалануға болады екен. Екінші ол графикалық форма. Ал графикалық форма дегеніміз не? Бұлар кесте, графиктер, немесе графикалық формада ғылыми ақпараттарды жеткізудің дәстүрлі түрі. Біз осы жерде бірнеше графикалық түрді айтуға болады. Немесе біз осы жерде диаграмманы айтуға болады. Диаграмма, яғни баған түрінде болуы мүмкін диаграмма, дөңгелек диаграмма болуы мүмкін, жаңағы көрсеткіштерге байланысты көрсете аламыз. Диаграммалардың бірнеше түрін айтамыз. Ол, мысалы, ол секторлық. Міне осы жерде фигуралардың көмегімен біз жаңағы секторлықта пайыз есебімен дөңгелек диаграмма құруымызға болады. Гистограмма, яғни бағандық диаграмманы біз гистограмма деп атаймыз. Және үшіншісі график. Мысалы, кез келген Алматы қаласының температурасы немесе жауын-шашын мөлшері дегенді, екі бағанды мәліметтердің горизонталь бағытта, қалған мәліметтердің вертикаль бағытта болу. Сөйтіп график тұрғыза аламыз екен. Және арғарай ақпараттық нұсқаның үшіншісі балалар, ол символдық екен. Бұл жерде әртүрлі символдар арқылы, фигуралар арқылы көрсете беруге болады, белгі арқылы. Және төртінші біз білетін заттық, немесе заттық модель деп айтып қояйық. Яғни жаңағы макеттер арқылы көрсетсек, біз оны ақпараттық нұсқасы деп қарастырамыз. Бұның барлығы балалар негізгі бөлімде жүзеге асады екен. Әрине, негізгі бөлімнен кейін міндетті түрде қорытынды бөлім бар, Қорытынды бөлімде біз жаңағы жалпы жеткен нәтижені айтсақ болады. Немесе зерттеу нәтижесінің ғылыми және практикалық нәтижеде қолданатын маңыздылығы туралы нүкте қоямыз қорытынды бөлімде. Және зерттеу жұмысында міндетті түрде пайдаланған әдебиеттер тізімі болады. Ал енді ол әдебиеттер тізімі дерек көздер болып табылады, немесе сілтеме арқылы беріледі қазіргі жағдайда. Сол пайдаланған әдебиеттер тізімі міндетті түрде болады. Міне балалар, бүгін біз сіздермен зерттеу жұмысын жүргізудің құрылымын айттық. Жалпы оны алғашқы екі форма арқылы, сигналдық және анықтамалық арқылы не үшін жазылатын біліп аламыз. Және құрылымдық элементтері өз кезегімен жүзеге асып отырады. Негізгі бөлімде біз әртүрлі әдістерді, ақпараттық нысандарды пайдалану арқылы зерттеу жұмысын негізгі бөлімде ашып көрсетеміз. Сосын қорытындылап пайдаланған әдебиеттер тізімін аяқтаймыз. Яғни сіздер осы тақырыпты меңгергеннен кейін әртүрлі реферат түрінде, мақала түрінде, баяндама түрінде зерттеу жұмысын жасап қорғауға болады екен. Міне бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.